Алматыда офицер Ғазиз Байтасовтың ерлігіне арналған «Капитан Байтасов» көркем фильмінің жабық көрсетілімі өтті. Фильм 2011 жылы Таразда болған теракт кезінде бейбіт тұрғындарды қорғау жолында өз өмірін қиған батырдың шынайы оқиғасына негізделген. Ең басты нәрсе бұл шынайы оқиғаға негізделген. Сол ішінде халық міндетті түрде көру керек деп ойлаймын. Өзіміздің заманымыздың батырларын ұлықтап, уақытысында желательно көзінің тірісінде айтқанымыз жөн, әрине, бірақ осындай жағдай болса да, киноны шығарған мамандарға үлкен алғыс білдіремін. Өйткені жас та болса, бұл фильмді шығаруға бел буып, сондай бір үлкен шешім қабылдап отыр екен. Сонымен қатар актерлық құрам жайлы өте атап айтқым келіп тұр. Сондай жеткізіліп, жүректі тебірентіп ойнаған, және де бұл өмірде шынымен де батырлар бар, олар біздің арамызда. Аман болайық, сау болайық, бұл фильмді міндетті түрде көріңіздер. Ойларым қазір шатысып тұр, бірақ негізі қатты жүрегім тебіренді. Көрсетілімге картинаның басты рөлін сомдаған Азамат Сатыбалды, Самал Ислямова, офицерлер құрамы, сондай-ақ батырдың ұлы Әділжан Байтасов пен жұбайы қатысты. Сонымен қатар Жазира Еркін, Дина Тасболатова, Ержан Жаманқұлов, Лаура Мырзахметова және Шам мектебінің оқушылары алғашқы көрермендердің қатарында болды. Жылағым келіп жылауға сәл ұялып қалдым. Сен жыладың ба? Иә. Соңында ана фильмдегі нағыз жұбайы шығып сөйлеген кезде, сол кезде өте күшті болды, короче. Жалпы фильмде ең қатты ұнағаны ана баласының неге біз ондай супергеройларды, шетелдің супергеройларын көреміз, неге өзімізде жоқ деп. Сол нәрсенің бар екенін фильмде өте қатты көрсеткен, өзіміздің арамызда жүрген супергеройлардың соның барлығын өте күшті жеткізе білген. Бұл фильм батырлықтың бүгінгі қоғамдағы мәнін қайта еске салатын маңызды туынды. Оқиғаның деректілігі мен кейіпкер бейнесінің шынайылығы залдағы әр адамды ойға қалдырды. Біз премьераға келген қонақтар мен шығармашылық топ мүшелерінен осы фильмнің олар үшін қандай маңызға ие болғанын сұрадық. Біз ұзақ дайындалдық, 1 жыл дайындалдық, алдында 2 жыл біз сценарий бойынша отырдық, ал таза киноға уже рұқсат алғаннан кейін біз 1 жыл дайындалдық. 1 жылдың ішінде біз арнайы спецподготовка өттік, Намат станс клуб жігіттермен дайындықта болдық, атысу бойынша, перестрелка бойынша. Мен арнайы Алматы қаласы полициялармен бірге патрулированияға шықтым. Сол Таразда болдық, жүрген жерін барлығын, мінген көлігін, мінген киген киімдерін барлығын түгелмен киіп көрдім мен. Соның барлығын зерттедік. Сол зерттеу арқылы кәдімгідей бір адам бір рухтанады. Фильм 23 қазаннан бастап барлық кинотеатрлардан көрсетіледі. Ұзақ Гүлназ, Әмір Жәнібек, арнайы мінбер үшін.